Достар, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығатын, ешқандай таразыны қажет етпейтін пирог дайындайтын боламыз. Барлық қосатын қоспаны төменге жазып қалдыратын боламын. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Айран қосамыз. Су майымызды қосып араластырамыз. Ұнды қоса отырып, қопсытқышымызды саламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, сұйық қоспамызды салып, духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогтың дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер.